Армысыз көрермен. 5-ші серия дастанның мапақпен ерегіскен сәтінен басталады. Дастан көрермендерді таң қалдыруда, барлық ерегістің басында жүретін дастан көрермендердің ызасына тиюде. Жоба басталғанда көпшілік дастанның көктерді бастауға лайықты қарсылас екеніне күмән келтірген болатын. Сол ойдың дұрыс екеніне әр серия сайын көрермен сенімі артуда. Капитанның команда алдында атқаратын міндеті болады. Капитан әрқашанда командасына серпін болып, жеңіске бастай білуі керек. Және капитан ол командасына сын көзбен қарай біліп, өз командасының осал жерлерін білетін және сол осал тұстарды толықтырып, қиын сәттен алып шыға білетін адам. Капитан болу үшін қызыл сөзді болудың да қажеті жоқ. Нағыз капитандық айқай-шумен емес, керек кезде ғана көрінумен дәлелденеді. Дастан капитандық міндетін дұрыс түсінбейтін сияқты. Капитан да ерасыл қылып, дастанды сол айқай-шумен ғана қалдыру керек еді. Көктердің капитаны көктердің осал жері болып тұр. Бұндай капитанның жеңгенін көрермен де қаламас еді. Суға түсіп жатқан уақытта дастанға Еркебұлан тиісіп мазасын алады. Еркебұланның да бұл ісі дұрыс деп айтпас едік. Бірақ тиісіп жатқан адамы дастан болғаннан кейін Еркебұланға ризамын. Дастан қорқатын Еркебұлан, Бүжай, Мапоқ, Дарабоздар күнде дастанға тиісе беру керек. Сәл ерегісе бастаса ұрып жіберу керек. Сол кезде ғана тентекке ескіреді. Дастан Еркебұланда кеткен ақысын Тикоштан алмақ болып, өтіп кеткен нәрсені қозғап тиіседі. Тикош та өліспей беріспейтін жігіт. Бірақ бұл ерегіс бұл кезде мағынасыз болып кетті. Неге олай десеңіз, дастан бәрібір бойға қарсылас команда капитаны Еркебұланмен шығады. Әлде дастан Еркебұланмен шықпау үшін өзіне жау іздеп жүр ме екен? Және бүгінгі тауық қуу челленджінде қызылдар жеңімпаз болды. Бұл жолы барлығын шок жағдайға түсірген сәт Бүжайдың тауықтың басын тістеп жұлып алуы болды. Біз ауылда тауық сойған кезде әуелі басын шабатын едік. Кейде басы жоқ тауық босанып кетіп, тоқтамай жүгіріп айналаның бәрін қызыл қан қылатын еді. Бүжайдың тауығы қайта олай жасамапты. Әйтпесе тұрып екеу болар ма еді? Афроказах. Негізі бұндай қатыгез нәрсені рухтың жарнамалағанына қарсымын. Бүжай дей бермей. Жас балалардың психикасында ойлап қою керек. Бүжайға беріп жіберемін деп қорқытатын сөз енді балалар үшін шынымен қорқынышты мағынаға ие болды. Пресс-конференцияда Дарабоз бен Мейірбек минуткасы қызық болды. Минутка деп айтуға да келмейді, әрине. Мейірбек Мапақтан да минуткада таяқ жебеді. Минуткада таяқ жеп қала беретін адамды бірінші рет көруім. Санидің өзі минуткада аман есен шығатын еді ғой. Мейірбек бізді таң қалдырудан жалықпайтын боец болатын сияқты.